Сәлем қыздар, бүгін сіздермен мынандай Versace құрағын тігіп үйретемін сіздерге. Бұл жерде бізге екі түс қажет. Қоңыр және ақ түсті екі түсті лента аламыз. Қоңыр және ақ түсті екі лента аламыз. Менің құрағым 12-12. Бұл стандартный өзі құрақтың размері 12-12. Ручкамен центрін тауып алдым. Ең бірінші центрін тауып аламыз. Мына екі лентаны айта кететін болсақ, лентаның менде ені 3 см, ұзындығы матаңыздың ұзындығымен кете береді. 1 метр матаңыз болса 1 метр, одан әрі. Енінен емес, ұзындық бойымен аламыз. Бірінші міне 3-3 см едіп квадрат кесіп аламыз. Түгін төмен қаратамыз. Түгін төмен қаратып отырып, сызған сызығымызға мына 4 бұрышыда, мына бұрыш, мына бұрышыда осы бұрыштарға сәйкес келетіндей қылып орнатамыз. Бұл жерде бір тігіс жүргізіп алсақ болады. Орнынан тайып кетпейтіндей етіп, бір тігіс жүргізіп алуға болады. Келесі екінші түсті матамызды аламыз. Ол да сол сияқты 3 см. Ұзындық бойына кесілген лента. Бұдан да 3-3 етіп квадрат кесіп аламыз. Жаңағы ақ матамыздың үстіне қойып, лапканың бойымен ешқайда шығармаймыз, кіргізбейміз. Осы лапканың бойымен бір тігіс жүргізіп шығамыз. Енді келесі түс бізде қоңыр түс болады. Қоңыр түсте түгін астына қаратқаныңызды мұқият бақылап отырыңыз. Егер түгі төмен емес жоғары қарайтын болса, онда біздің құрақтың түрі де өзгеше болып кетеді. Тағы бір келесі бізде ақ түстен жібереміз. Біз материалды лентаны тіккен кезде мына қиған үстіндегі қиған матаға қарамаймыз. Өйткені бұны біз ұзынырақ кесуіміз мүмкін, кішкене ұзынырақ, ода тұрған ештеңе жоқ. Біз мына матаның ішіндегі бірінші көздің енімен осының бойымен тігіп отырамыз. Сол кезде біздің ши құрағымыз, лентамыз дұрыс жатады. Ақ кетті. Келесі міне көріп тұрғандай, мына жерде менде мына бұрышы совпадать етпей тұр, кішкене асып тұр. Значит, мен мына жерді аз алып қойдым деген сөз. Тағы да үстінен кішкене 1 миллиметрге тігіс жіберсем, міне ровно түседі, көрдіңіз бе? Осыны біз мұқият бақылап отырсақ, егер де біз осыны мұқият бақылап отырсақ, онда біздің түзуіміз, құрағымыз қисаймайды. Егер жарайды, кішкене ғана қисық кетті деп қайтадан ары қарай тіге беретін болсақ, ондай болса, біріне бірі баттасып, үлкен айырмашылық пайда болады аяғында.
Келесі лента бізде қоңыр. Ой, ақылды. Бұл жерде міне қарап отырасыздар. Қоңыр жібердім. Міне мына жерден қоңыр шықты. Мына жерге қоңыр кетеді. Ал мына екі ақты қосу үшін тағы да мына жерге бір ақ жібереміз. Көзбен қарап отырып, логически ойлап отырып, ленталарды қараңыз. Менде мына жер келді. Енді міне қара шықты, қара кетеді. Қара дедім ау, қоңыр. Темный деген түсін. Жапқан кезде, ашқан кезде мына бұрыштарына келіп отырса, тігісіңізді 0,5 етіп лапканың бойымен түзу алып отырсаңыз, құрағыңыз түзу шығады. Қарап отырсаңыз, келіп жатыр, я? Келмей жатқан күннің өзінде сол моментте сол жерді жөндеп жүріңіз. Сол моментте сол тігіске тағы 0,1 мм қосып жеріңіз. Орнымен түзеп отырсаңыз, міне ровно түседі. Міне мына қоңырмен қосылу үшін арасына тағы бір қоңыр жібереміз. Келесі міне ақ шықты. Ақты енді ақпен шығару үшін бір лента ақ кетеді. Енді қоңырмен аяқтаймыз. Енді бұл біткен шиғырауымыздың шетін өткізу. Қыздар, міне құрағымыз дайын болды. Енді міне біраз шыққан жерлері бар екен, соларды кішкентай ғана шыққан. Бұлар ештеңе емес. Егер де сізде, конечно, үлкен болып кетіп жартысы шығып қалатын болса, ол уже келесі құрақты құраққа қосқан кезде, бір-біріне бүйтіп қосқан кезде жеп қояды бірінікін бірі. Содан сізде визуально как будто шиғырыңыз қисық сияқты болып шығады. Көрдіңіз бе? Міне осылай шықты. Ең бірінші, қыздар, тағы бір айтып кететін жайт, бұл құрақтарыңыздың түзу шығуы, мен ойлаймын, ең бірінші мына бөз матаның, енді
мынадан да сапалылары бар. Мынау енді средний сапасы бар, бірақ бұдан да қаттысы бар. Мысалы, ең бірінші тіге бастаған кезде осы бөздеріңіз дұрыс болу керек. Одан екінші бөздің центрі дұрыс табылу керек деп ойлаймын. Екінші маңызды жағдай. Одан кейін лентаңыздың түзу қиылуы, тігістің лапканың бойымен шығармай, лапканың бойымен 0,5 сантиметрға тігу, ол да бір үлкен рөл атқарады. Содан жаңа айтқандай, шиғырақтың бұрыштары келіп отыру керек. Сол жаңағы біз центр тапқан сызық бойынша. Сол қағидаларды енді ұстанып отырсаңыздар, қыздар, түзу құрақ шығу керек. Әрине оған уақыт керек. Біреу дұрыс болмаса лақтыраса болды, қойдым демейміз. Тіге береміз. Сол кезде сіздерде аяғында өздеріңізге ұнайтын результат шығады деген ойдамын.